Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біз алмұрттың пайдасы жайында айтатын боламыз. Алмұрт тәтті болғанымен, оның құрамындағы қант мөлшері алма, өрік сияқты жемістерге қарағанда аз. Құрамында А, Б, П, С дәрумендері көптеп кездеседі. Басқа жемістермен салыстырғанда алмұртта мырыш, бал, ванадий, молибден, никель, фтор, йод секілді пайдалы элементтері өте көп. Оның жасыл сорты марганецке, ал қысқы сорты темірге бай. Б9 дәрумені ағзадағы қан айналымды жақсартып, иммунитетті күшейтеді. Ал А дәрумені аскорбин қышқылы және кальций жүрек ауруларының алдын алып, сүйектердің қатаюына жол ашады. Алмұрт суық тию, өкпе және қан тамыр аурулары кезінде таптырмайтын ем, жүйке жүйесі және ас қорыту жұмысын жақсартады. Алмұрттың бірқатар сорттары йодқа бай. Сондықтан алмұртты йод тапшылығына душар болған жандар күнделікті пайдаланған жөн. Кептірілген алмұрттар семіруден сақтап, қант диабеті, цистит, бүйрек ауруларының алдын алады. Ол үшін күніне жарты стаканнан 4 рет ішіп тұруыңыз керек. Алмұрт қайнатпаса және шырыны бүйректегі тастан құтылуға көмектеседі. Оны күнделікті уақытпен пайдаланып, тастан біржола құтылуға болады. Алмұртты көп мөлшерде аяғы ауыр келіншектер, емізетін аналар және балалардың пайдаланғаны жөн. Себебі жеміс құрамындағы калий, сүйек, тырнақ, шаш өсімін жақсартып, қан құрамындағы гемоглобин мөлшерін көбейтеді. Піспеген алмұртты пайдаланбаңыз, себебі оны асқазан ұзақ қорытады. Алмұртты жегеннен соң су ішуге, ыстық тамақ жеуге асықпаңыз. Және алмұртты аш қарынға жеуге болмайды. Ақпарат ұнаған болса, каналға жазылуды ұмытпаңыз.